Армысыздар. Мен Арғынбаева Ұлпан Жиентайқызы, Нұр-Сұлтан қаласы Абай Құнанбайұлы атындағы 87-ші мектеп гимназиясының 9-шы сынып оқушысымын. Сіздерге 21-ші ғасыр балабақшасының жобасын ұсынғым келіп отыр. Біздің балабақшамыз алтын бесік балабақшасы деп аталады. Ең әуелі балабақшамыздың жоғарғы бөлігі, яғни төбесі, балаларға жаз мезгілінде күн терапиясын қабылдауға бағытталған. Ауласында суға түсуге, балық аулауға, күнге қыздырынуға, ойнауға, тағы да басқа алаңдар бар. Біз осы бірінші қабатында электр жарығын пайдалансақ, ал екінші қабатта күн сәулесін, яғни табиғи жарықты пайдалануымыз үшін осы ғимарат төбесі әйнектен жасалған. Осы Мұхтар Әуезов атамыз айтпақшы, ел болам десе, бесігіңді түзе демекші, біздің бірінші қабатымыздағы ұлттық таным тағылым алаңы. Мұнда аталар және әжелер мектебі жұмыс жасайды. Не үшін жұмыс жасайды деп ойлайсыздар? Әрине, Бауыржан Момышұлы атамыз айтпақшы, баласына бесік жырын айтпаған анадан, немересіне ертегі айтпаған қариядан қорқамын демекші, бұл алаңда отбасындағы олқылықты толтыру мақсатында бұл алаңның бізге деген берері мол. Бұл залда салт-дәстүрге қатысты аудио және видео материалдарды тамашалауға болады. Біздің осы келесі залымыз ойын залдары. Мұнда әртүрлі жастағы бүлдіршіндерге арналған ойын залдары бар. Және де мұнда бір айтып кететіні, балаларға, бүлдіршіндерге арналған ойыншықтар балалардың денсаулығына қауіпсіз. Тек қана пайдалы, ешқандай зияндығы жоқ ойыншықтар ғана қойылады. Және де ата-аналарға қолжетімді болу үшін әрбір бөлмеде осы камералар орнатылған. Біздің осы келесі зал құм терапиясы деп аталады. Бүлдіршіндер өз қиялына ерік беріп, бұл залда құмның көмегі арқылы құммен бірге сурет сала алады. Және де бұл терапияның ерекшелігі, бұл тек қана дала сыртында ғана емес, тіпті ғимарат ішінде ғана бар. Балалар жаз мезгілінде дала сыртына салып құм терапиясымен айналысатын болса, ал басқа мезгілдерде ғимарат ішінде құм терапиясымен бірге айналыса алады. Біздің осы келесі бөлмеміз сурет салу бөлмесі деп аталады. Бұл бөлменің де өзіндік ерекшелігі бар. Қандай десеңіздер, бұл бөлмеде тек қана балалар қағаздың бетіне ғана емес, тіпті қабырғаларға да өздерінің қиялын қарыштатып сурет сала алады. Себебі балалар ең біріншіден қабырғаға сурет салуға әуес болып келеді. Біздің осы келесі бөлмеміз, өздеріңіз көріп отырғандай, шахмат бөлмесі. Балалар ерте жастан бастап ақыл ойын дамыту үшін осы шахматпен айналысып, шахмат бөлмесі арнайы орналастырылған. Осы келесі біздің бөлмеміз жаз уақытында жасанды шағын көлде балық аулау ұйымдастырылады. Бұл балаларды шыдамдылыққа, төзімділікке және ептілікке үйретеді. Жылдың басқа мезгілдерінде ғимарат ішінде арнайы бөлмелерде осы балық аулауға болады. Осы жастайынан баланы еңбекке баулу үшін арнайы жасаған еңбекке баулу бөлмесі. Бұл бөлмеде гүл өсіру және де осы балықтарды тамақтандыруға арналған орындар бар. Бұл балаларды табиғатты қорғауға және де жәндіктерге қамқор болуға шақырады. Біздің келесі бөлмеміз саз-балшықпен жұмыс жасау бөлмесі. Мақсаты баланың зейінін шоғырландыру және де бір уақыт болсын баланың гаджет, смартфон құралдарынан босатып, баланың эстетикалық талғамын арттыру мақсатында бұл бөлме жұмыс жасайды. Біздің осы келесі бөлмеміз, яғни спорт зал. Әрбір балабақшада өзіндік спорт залдары болады. Ал біздің спорт залымыздың ерекшелігі, шынықсан шымыр боласың демекші, бұнда гимнастика, бассейн, үстел теннисі және тағы да бір айтып кететіні, тіпті ұлттық ойындарға да арналған арнайы залдармен де қамтамасыз етілген. Мінекей, біздің 21-ші ғасырдың үздік балабақшасы атты жобамыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.